Аспан жеті арнасы 20 желтоқсан сәрсенбі күніне арналған әлемдегі табиғат апаттары мен оқыс оқиғалар топтамасын ұсынады. Қытай Халық Республикасының Тахламакан шөлі мен сол маңдағы су қоймасы қар астында қалды. Шөл далаға қар жауып, төбе-төбе болып жатқан шөл даланың құмы қар жамылды. Қытайдағы суық ауа райынан соң жауған қар 40 күндей жатуы мүмкін дейді мамандар. Қытайдағы Тахламакан шөлінің ауданы 330 мың шаршы километр. Бұл өңірге қар өте сирек жауады, ал жылдық орташа жауын-шашын мөлшері сұйық күйінде 500 мм-ден аспайды. Қытайдың солтүстік батыс бөлігінде Гансу провинциясында магнитудасы 6,2 балдық жер сілкінісі болып, өңірде 150 мыңнан астам ғимаратқа зақым келтірген. Алғашқы 6,2 балдық дүмпу кеше Пекин уақыты бойынша 23 сағат 50 минутта болған. Кейіннен 140 ретке дейін ұсақ тербелістер тіркелген. Қазіргі таңда 133 адам қаза тапты және жарақат алғандардың саны 700-ден асты. Құтқарушылар мен өрт сөндірушілер үйінділер арасынан адамдарды іздеуде. Түн суық болып, құтқару жұмыстарына кедергі келтірген. Өңірдің кей бөліктерінде су және жарық беру тоқтаған. Жер сілкінісі қуатты болған соншалық Ресей мен Қазақстан шекарасының таулы аймақтарына да сезілген. Пәкістан тұңғыш рет өз елінде жасанды әдіспен жаңбыр жауғызды. Пәкістандықтар арнайы құралдармен жабдықталған ұшақтар арқылы Лахора ауданына жаңбыр жауғызды. Олар бұл құралдармен арнайы мамандарды Біріккен Араб Әмірліктерінен алдырған. Араб Әмірліктері шөлмен күресу үшін осы әдісті бірнеше рет қолданған. Кешегі шығарылымда Исландияда жер сілкінісінен соң жанартау атқылап жатыр деп едік. Кеше 3 километр жер жарылған болса, бүгін жарықтың ұзындығы 4 километрге жетті. 2020 жылдан бері бұл жанартау 3 рет атқылаған. Жер астынан шығып жатқан ыстық магманың қашан тоқтайтынын ешкім білмейді. Мамандар бұл процесс ондаған тіпті 100-деген жылға жалғасуы мүмкін деп алаңдаушылық білдіруде. Ал ұзындығы 4 километрге жеткен жарық шақтан атылған ыстық магманың жергілікті телеканалдар тікелей эфирде көрсетуде. Үндістанның Тамилнад провинциясындағы нөсер жауыннан кейінгі су тасқыннан 17 мың адам қауіпсіз аумаққа көшіріліп, олар 160 уақытша лагерге орналастырылды. Айта кетелік, кешегі шығарылымда Үндістанның Тамилнад ауданында 90-нан 180 сантиметрге дейін жаңбыр жауып су басқанын хабарлаған едік. Судан 10 адамның денесі табылған. Қазір өңірде жарық пен интернет байланысы жоқ. Зардап шеккендерге тамақ пен ауыз су жеткізу жұмыстары жүргізілуде. Зимбабвенің Хванге паркінде кем дегенде 100 піл қырылып қалған. Пілдердің ажалына себеп судың болмауы. Парк аумағы құрғақшылықтан зардап шегуде. Мамандар 2019 жылғы оқиға қайталанама деп қорқады. Ол кезде құрғақшылықтан 200-ден астам піл өлген болатын. Парк қызметкерлері әсіресе әлсіз және жас немесе өте кәрі пілдерге қауіп төніп тұр дейді. Айта кетелік, орта көлемдегі пілге күніне 200 литр су керек, ал парк аумағында ағынды су жоқ, тек скважина бар. Ал жалпы ауданы 14 км квадрат болатын Хванге паркінде 45 мың піл бар. Францияның Крейзе ауылында торнадо болып, ауылдағы әр 4 ғимараттың 3-еуін зақымдаған. Үйлердің шатыры ұшқан, электр және телебағаналары құлаған, ағаштар қираған. Абырой болғанда адамдар аман. Мамандар соңғы 28 жылда болмаған торнадо деп баға берді. Ал құтқару қызметіне сол моментте бірден 150 қоңырау келіп түскен екен. Нью-Мексико штатының Клавичи қаласында гольф добының өлшемінде бұршақ пен нөсер жауыннан соң қала көшелері өзендерге айналды. Кішігірім су тасқынынан соң құтқару апат салдарын жөндеу, тазалау жұмыстары қызу жүріп жатыр. Ирак астанасы Бағдад қаласында құмды дауыл болып жатыр. 500-ден астам адам дауыл салдарынан тыныс жолдары ауырып, жедел жәрдем көмегіне жүгінген. Билік өкілдері қаза болғандар жоқ деп хабарлайды. Бағдад қаласы үшін құмды дауыл қалыпты жағдай болғанымен, мамандар мұндай дауылдың саны мен қуаты да күшейгеніне алаңдаулы. Әрі биылғы жаздағы қуаңшылықтың да әсері тиюде деп болжауда. Аспан жеті арнасының күнделікті әлемдік жаңалықтар топтамасын жіберіп алмаңыз. Видеоға лайк басып, арнамызға тіркеліңіз. 7 қат аспан астындағы айтулы оқиғалар Аспан жеті арнасында.